Құрметті партиялардың басшылары қазір мінекей құрылтайға сайланайын деп жатқан. Иә, мен сіздерді түсінем, сіздерге атақты сондай адамдарды араларына қосқандарыңды қалайсыңдар, иә, оны түсінем. Бірақ сіздерге бір үндеу жасайын деп едім. Мынандай қазіргі өздерің партияларыңызға алатын болсаңыздар, құрылтайға итеретін болсаңыздар, білімді, сауатты адамдарды ғана итеріңізші. Өздеріңіздердің абыройларын түсірмеңіздер. Өздерің араларыңызға спортсмендер, әртістер, блогерлер үйлерді көрсетіп жүрген неше түрлі. Әншілер, жүргізушілер, олар түкке керек емес ол жерде. Ол жерде заңгерлер, экономисттер, тағы да басқа саясатқа араласа алатын адамдар керек. Әркім өз орнында болу керек. Бұны неге айтып отырмын? Өйткені менің балаларым өсіп келе жатыр. Өйткені қазір сондай адамдар кіретін болса, мен балалардың болашағына қорқайын дедім. Біреулер өзінің тәрбиесін айтып кетеді, біреулер тағы да бірдеме, ән айтып кете ме? Ата-анасын құттықтап кете ме болашақта? Отырып алып. Ойланыңыздар, абыройларыңызды түсірмеңіздер. Керісінше базы істейтін, жақсы саясатқа араласа алатын, білетін адамдар, мынау қоғамымызда не болып жатқан адамдар, мынау қоғамда жүрген өзімізді қарапайым жұрты не деп жатыр, солардың керегін айтып жүрген сөздерін соны айта алатын адамдар керек. Соларды қоссаңыздар, біздер қолпаштап сіздерді ары қарай итереміз ғой, міне мынау дұрыс деп. Ал қазір міне қарасаңызшы, қандай мынау сайлау басталмай тұрып, қаншама сөзге кетіп жатыр сіздердің мынау үміткерлеріңіз. Керек емес ондай. Сіздер, мен болашағым үшін, өзім болашағым үшін, балаларымның болашағы үшін, қазақстандықтардың болашағы үшін жан айқайым.